Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін бізде 52-ші сабақ, бұрынғы өткен шақ, болымсыз түрі, давно прошедшее время, отрицательная форма. Давно прошедшее время отрицательной формы означает действия, которые не произошли как много времени назад, так и в недавнем прошлом. Формула такая. Основа плюс ганген, қанкен, плюс жоқ, плюс пын, сын, сыз. Сұрағы не істеген жоқ. Вопросы, что не делал, что не сделал. Алған жоқ, не взял, не брал. Кірген жоқ, не вошел. Айтқан жоқ, не сказал. Кеткен жоқ, не ушел. Жіктелуі, спряжение. Мен алған жоқпын, сен алған жоқсың, сіз алған жоқсыз, ол алған жоқ. Мен кірген жоқпын, сен кірген жоқсың, сіз кірген жоқсыз, ол кірген жоқ. Я не взял, ты не взял, вы не взяли, он не взял. Я не вошел, ты не вошел, вы не вошли, он не вошел. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Біз алған жоқпыз, сендер алған жоқсыңдар, сіздер алған жоқсыздар, олар алған жоқ. Біз кірген жоқпыз, сендер кірген жоқсыңдар, сіздер кірген жоқсыздар, олар кірген жоқ. Мы не взяли, вы не взяли, вы не взяли, они не взяли. Мы не вошли, вы не вошли, вы не вошли, они не вошли. Мысалдар, примеры. 100 жыл бұрын бұл жерде ауыл болмаған. 100 лет тому назад здесь не было аула. Жамбыл Жабаев керемет өлеңдер жазған, бірақ институт бітірмеген. Жамбыл Жабаев писал прекрасные стихи, но не заканчивал институт. Мен бүгін ешқайда барған жоқпын. Я сегодня никуда не ходил. Өткен айда біз Астанада болдық, бірақ Бәйтерекке барған жоқпыз, себебі уақыт болған жоқ. В прошлом месяце мы были в Астане, но не пошли на Бәйтерек, потому что не было времени. Кеше күн бұлтты болды, бірақ жаңбыр жауған жоқ. Вчера день был облачный, но дождя не было. Рассмотрим примеры разговорной речи. Сен менің телефонымды көрген жоқсың ба? Көрген жоқпын. Ты не видел мой телефон? Не видел. Сен мына кітапты оқыдың ба? Оқыған жоқпын. Қызық па? Я, өте қызық. Ты читал эту книгу? Не читал. Интересная? Да, очень интересная. Сендерде кеше жаңбыр жауды ма? Жоқ, жауған жоқ. Ал бізде қатты жаңбыр жауды, ағаштарды құлатты. Вчера у вас был дождь? Нет, не было. А у нас был сильный дождь, повалил деревья. Тут нельзя не отметить один интересный факт. Отрицательная форма давно прошедшего времени употребляется в разговорной речи чаще, чем отрицательная форма с суффиксами «dd», «tt». Однажды мои студенты провели эксперимент. Был задан один единственный вопрос к носителям языка. Сіз кеше театрға бардыңыз ба? Ожидался отрицательный ответ, так как это была середина недели, когда люди обычно не ходят в театр. 9 из 10 ответили барған жоқпын, и только один из них ответил бармадым. Дорогие друзья, если вам понравился урок, ставьте лайк, подпишитесь и оставляйте комментарий.